Түрмеден шыққан қызға бай жігіт ғашық болып қалады. Ескі дорамаларды айтуды әрі қарай жалғастырамын. Осы аптаны осы ескі дорамаларға арнаған едім. Өткен жолғы видеоларымда да бар ескі дорамалар, соларды көрсеңіздер болады. Бүгінгі айтатын дорама ол 2005 жылы шыққан, осыдан 21 жыл бұрын шыққан, кезінде біздің елде теңге жапырақ деген атаумен шыққан еді. Мұнда бас кейіпкер қыз, ағасы бар және әжесі бар, өз жұмысын жасап жүреді. Бірде оның ағасы бір ұрлыққа қатысы болады, сонымен оның қылмысын қарындасы алады, яғни бас кейіпкер қыз, сонымен ол түрмеге тоғытылады. Біраз уақыт өткеннен кейін түрмеден шығады, содан осы бай жігітті кездестіреді. Ол үлкен компанияда президент, әкесі қайтыс болғаннан кейін компанияны басқарады. Араларында түрлі жағдай орын алады, тіпті бір іске байланысты оны кінәлі санайды қыз президентті. Бірақ уақыт өте келе екеуінің арасы жақсарып, махаббат та болады. Интернетте бұл дораманың қазақшасы да жоқ, орысшасы да жоқ, тек қана орысша субтитрмен ғана бар. Дораманың орысша атауы "Трехлистный клевер".